дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қойыңыз. Осылай. Сосын бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз. Тігістеріміз бір-біріне дәлме-дәл сай келу керек. Сонда құрағымыз мінсіз болып шығады. Мінекей құрағымыз осылай қалдырсақ та болады, құрақтың бір түрі. Ал біз енді центрінен 5 сантиметрдей етіп өлшеп аламыз. Осы өлшеп алғандарымыздың барлығын қосып сызып аламыз. Дәл осы тәсілмен 4 бұрышын осылай центрінен алып, 5 сантиметрді өлшеп алып, сызып аламыз бәрін. Бізде квадрат матамыз 25 сантиметр болғандықтан өлшемі 5 сантиметр, центрінен 5 сантиметр алып жатырмыз. Ал егер 20 сантиметрден тіксек, онда 4 сантиметр аламыз. Видеоны мұқият көріңіз, сонда тез түсініп аласыз. Осылай мінекей сызып алдық. Енді осы сызғандарымыздың үстінен, дәл сол сызықтың үстінен қиямыз. Мінекей сызған сызықтарымыздың үстінен қиып шықтық, бөліктерге бөлдік. Енді тек ортасын деймейміз. Шетіндегі айналасындағыларды бәрін бір айналдырып қойып шығамыз. Видеоны мұқият, асықпай қараңыз. Сонда тез үйреніп аласыз. Енді бір-біріне беттестіріп, бәрін тігіп шығамыз. Үшеуін бір бөлек тігіп аламыз. 3 бөлек болады. Сосын әр тіккен бөлегімізді бір-бірімен қосып тігіп шығамыз.
2 квадрат матадан осындай әдемі құрақ пайда болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр, келесі видеода кездескенше.